Google'дың осындай Google Teachable Machine деген проектісі бар. Бұл арқылы біз машиналық оқытуға арналған модельдерді ешқандай кодсыз дайындауымызға болады. Соның ішінде 3 типі бар. Мысалға, мына жерден начатты басамыз. Біріншісі проекция изображением деген бар. Бұл арқылы мысалға біреуді фотоға түсіресің. Бұл фотода мысалы қандай гүл немесе қандай клавиатура, мышка деген сияқты әртүрлі типтерді анықтайды. Немесе мынадай программа. Біреудің түрін фотоға түсіресің, сол арқылы оның қандай ұлтқа жататынын көрсетіп беретін программа істеуге болады. Ол үшін біз мына проекция изображением дегенді басамыз, стандартный модель, және мына жерге неміс, қазақ, орыс деп жазып қойып, солардың фотосын әрқайсысына жүктеп шығуымыз керек. Қазіргі жағдайда менде ол жоқ. Веб-камерамен көрсетейін десем, почему-то браузер көрсетпей тұр. Сондықтан мына аудио дегенді көрейік. Бұл жерде мынадай. Мысалға, бұнымен мынадай істеуге болады. Жан деген кезде бір дегенді қосшы беретін, өш деген кезде өшіріп тастайтын деген секілді. Позиция деген бар, бұл міне адамның қандай позицияда тұрғанын көрсетеді. Яғни проект по позирование деп тұр, қандай позада тұрғанын көрсетеді. Проекция аудио дегенді басамыз, және бұл арқылы біз мынадай программа істейік. Мен қазір ағаш және алма деген сөзді айтам. Сол кезде менің сонда екеуіне айтқан кезде таба алатындай етіп оқытуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Яғни айтқан кезде қандай сөз айтқанымды табады. Ол үшін біз мына жерге мен жазайын. Алма және ағаш. Осы екеуінің біреуін айтамын, сол кезде қайсын айтқанымды табады. Немесе былай істейік. Жан немесе өш. Кішкене түсінікті, пайдалырақ. Фоновый шум деп тұр. Бұл жерде біз микрофон арқылы жазатын болсақ, фоновый шумда әртүрлі біреу быжырлап атқан болуы мүмкін мына жақта, немесе сол сияқты дүниелерді осы жерге қосамыз. Мына программа шатаспас үшін. Микрофон дегенді басам. Және микрофонға рұқсат сұрайды. Егер бірінші рет кірсеңіз, 20 секунд мен жазам микрофонның шумын жай ғана. Мына жерде микрофон таңдауымыз керек. Запись дегенді басам, 20 секунд үндемей тұрам. Окей. Осыны жазып болғаннан кейін извлечь образец дегенді басам. Мына жерде міне біз программаға айтамыз. Сен мыналарға мән берме. Бұл фоновый шум, яғни модельге айтамыз. Бұл фоновый шум ешқандай команда ретінде қабылдамай-ақ қой деп. Жан дегенді басамыз, яғни жан өш. On off деген секілді. Микрофон 5 секунд жазайық, жарайды, 2 секунд деп тұру мүмкін. Мына жерден басасыз, 2 секунд деп тұрады, оны ұзартсаңыз болады. 6-7 деген секілді. Маған 5 секунд жетеді, окей. Жан. Извлечь образец, мынаған қостық минимум 8 болу керек деп тұр. Бізде 8 секунд, яғни. Мына жерде 5 секунд. Тағы да қоса берсек болады, бұлай тағы да жазып көрейік. Жан. Мынау дәл табу үшін бір тонда емес, әртүрлі тонда алыстан айтып көресіз, немесе қатты айқайлап көресіз, жаймен деген секілді. Жан. Извлечь. Енді өш дегенді осылай жазайық. Микрофонды дұрыс таңдайық. Жан. Ой, қателесіп кеттім, жан емес, өш деуім керек. Өш. Осы дайын болған кезде мынадай түсі өзгереді. Обучить модель дегенді басамыз, күте тұрамыз. Мына выкладканы ауыстырмаймыз басқасына, мынаны жаппаймыз. Компьютер мощность төмен болатын болса, тупить ету мүмкін. Менің жағдайымда мына компьютер қазір қатты айналып кетті. Салыстырмалы түрде. Әрине компьютер мощный және видеокарта болатын болса, тіпті жақсы тез оқытылады мынау. Енді бізде бұл оқытылды. Мына жерде мен қазір не деп айтқанымды табады. Үндемей тұрайық. Сондай жағдайда міне фоновый шум екенін мынау дәл тауып тұр. Басқа сөздер қосу керек болатын болса, тағы добавить классты басамыз. Мынаны атын қоясыз. Микрофонмен жазсаңыз болады, немесе басқа звук болса, осы жерге қоссаңыз болады.
немесе кімнің дауысы деген программа істеуге болады. Мына жерге сол адамның атын жазасыз, соның ғана сөйлеген дауысын жазасыз. Мына жерге өзіңіздің, басқа адамның соның дауысын жазасыз. Сол кезде мына жерде аты шығып тұрады сөйлеген кезде. Сол сөйлейді, сол кезде соның аты мына жерде соныкі деп шығарады. Мынау сіздікі сенікі болатын болса, мына жерден шығады деген секілді. Жан. Міне жан дегенді тауып тұр. Егер мына таба алмай мына жерге түсіп кішкене сомнение ұстап тұрса, онда мына жерден тағы да соны көбірек жазуыңыз керек. Өш. Міне 100% тапты. Өш. Даже өш. Жан. Өш. Көріп тұрғанымызда қазіргі модель өте умный. Даже біз жаймен сөйлегеннің өзінде бұл дәл тауып тұр. Енді біз былай істейік. Бұны қалай программада қолдануға болады? Ол үшін экспорт модель дегенді басамыз. Сол жерде JavaScript-ті қолдануға болады. Загрузить свой модельді басамыз. Әрі қарай мына жерде JavaScript-те дайын код бар. TensorFlow.js-ге арналған. Немесе P5.js деген бар, соны қолдансаңыз да болады. Енді мен мобильный разработчикпін, приложениеде қалай қолданам деген сұрақ туындайды. Сол кезде біз модельді скачать етіп аламыз, және Android-та осылай қолдануға болады. Бұның арнайы YouTube-та видео уроктары бар, және арнайы документациясы бар. Және мен Flutter разработчикпін, олар не істесе болады? Олар не істесе болады десе, Flutter'ге арналған TFlight Audio, TFlight Flutter және сол сияқты библиотекалар бар, соны қолдануға болады. Мен қателеспесем, осы TFlight Audioны мына жерде суретке арналған немесе аудиоға арналған түрімен ба, по идее суретке арналған түрімен біреуін қолданып көрдім, нормально істеп тұр. Бұл жерде кішкене проблема бар, себебі мына библиотеканы істеп отқан Google-дың өз емес, жеке разработчиктер, және міне 16 ай бұрын обновление болған, тұрақты түрде разработка жүріп жатқаны жоқ. Дегенмен қолданып көруге болады.